Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 93-ші сабақ теңдеу. Теңдеу шешуді үйренетін боламыз. Бірінші есеп. Балалар халық аспаптар ансамблінің концертіне келді. Әлия мен Сырымға теңдеулерді оқуға көмектес. Белгісіз компоненттерді ата. Теңдеулерді шеш дейді. Алғашқы теңдеу 5 қосу x тең 7. Бұл жерде белгісіз компонент қайсы? X болады, е? Белгісіз компонент. Енді осы x-ті тауып көрейік. Ол үшін біз 7-ден 5-ті азайтамыз. X тең 7 азайту 5 дейміз. Сонда бізде 7-ден 5-ті алсақ неше болады? 2 болады. Яғни x-іміз 2-ге тең екен. Енді тексеріп көрейік. 5-ке 2-ні қосамыз. Жаңа теңдеу берілді ғой, 5 қосу x тең 7 деген. Сол жердегі x-тің орнына 2-ні қоямыз. Жаңа x 2-ге тең болды ғой, солай тексеріп аламыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7 болды, я? Яғни теңдеудің оң жағы да сол жағы да 7-ге тең. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі теңдеу x қосу 2 тең 5. X-ті табу үшін 5-тен 2-ні азайтамыз. Сонда x 3-ке тең болады. Енді тексеріп көрейік. Тексеру үшін 3-ке 2-ні қосамыз. Тең 5 болады. Теңдеудің сол жағы да оң жағы да 5-ке тең. Теңдеу дұрыс шешілді балалар. Дұрыс шешілгенін қалай тексеріп? X-тің орнына жаңа шыққан санды қоямыз 3-ті. Оған 2-ні қостық. Сол кезде 5-ке тең болды. Солай теңдеуді тексеріп аламыз. Енді екінші есеп. Теңдеуде амалдың қандай компоненттері белгісіз. Теңдеуді шешіп, оның дұрыстығын тексер. А азайту 5 тең 3 дейді. Енді А-ны табамыз. А-ны табу үшін біз 5-ке 3-ті қосамыз. Сол кезде бізде А 8-ге тең болады. Енді тексереміз. Тексеру үшін 8-ден 5-ті азайтамыз. Яғни А жаңа 8-ге тең болған еді ғой. Сол 8-ді А-ның орнына қоямыз. Жоғарыда көрсетілгендей А азайту 5 деп тұр ғой. А-ның орнына 8-ді қоямыз. Сонда 8 азайту 5. 8-ден 5-ті алсақ 3 шығады. 3 тең 3 болады. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 8 азайту b тең 3. Енді белгісіз компонент b-ны табамыз. B-ны табу үшін 8-ден 3-ті азайтамыз. Сонда 5 қалады. B 5-ке тең болады. 8-ден 5-ті азайтамыз, тең 3 болады. 3 тең 3-ке. Теңдеу дұрыс шешілді. Енді осыған байланысты ережеге қарайық. Егер айырманың мәніне азайтқышты қоссақ, онда азайғыш шығады. Егер азайғыштан айырманың мәнін кемітсең, онда азайтқыш шығады. Өте жақсы балалар. Біз бұл ережені бұрын өткенбіз, е? Осы есептерді дәл осы ережеге сүйеніп шығардық балалар. Келесі 3-ші тапсырма. Егер теңдеуді шешсең, Әлияның билетіндегі қатар мен орынды анықтайсың дейді. Ол үшін біз берілген теңдеуді шығаруымыз керек. Теңдеудің шыққан мәні қатар мен орынды анықтайды. Бірінші, қатарды анықтау үшін 40 қосу x тең 50 теңдеуін шығарамыз. Енді 50-ден 40-ты азайтамыз. Сонда 10 шығады. X-тің орнына 10 шығады. Енді тексереміз. 40 қосу 10 тең 50. 50 тең 50. Бірінші теңдеуде қатарын анықтадық. Енді орынды анықтау үшін 10 азайту x тең 6 теңдеуін шығаруымыз керек. 10-нан 6-ны азайтамыз. 4-ке тең болады. X-тің орнына 4 саны шығады. Енді тексеріп көрейік. 10 азайту 4 тең 6. 6 тең 6. Сонда орны 4-ші орын. Сонда Әлия 10-ші қатар 4-ші орында отырады. Келесі есеп өте оңай.
өрнектер берілген, сол өрнектерді шығарып, содан кейін жұпта тексеруіміз керек. Яғни жұптық жұмыс жасауымыз керек. Мен сендерге 2-3 минут уақыт берейін шығарып алуға. Қанекей, енді тексеріп көрейік. Бірінші бағанда 6 қосу 4 тең 10. 7 қосу 3 тең 10. 3 қосу 4 тең 7. Екінші бағанда 100 азайту 10 тең 90. 80 азайту 50 тең 30. 20 қосу 40 тең 60. Үшінші бағанда 2 қосу 6 тең 8. 10 азайту 7 тең 3. 7 қосу 2 тең 9. Келесі төртінші бағанда 100 азайту 80 тең 20. 90 азайту 60 тең 30. 40 азайту 30 тең 10 болады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Барлық бала дұрыс шығарды деген ойдамын. Бесінші логикалық тапсырмаға назар аударайық. Сағаттарда концерттің басталу және аяқталу уақыты көрсетілген. Концерт қанша уақытқа созылды? Сағат үлгілерін пайдаланып, өзің тапсырма құрастыр дейді. Концерт нешеде басталды? Сағат 5-те. Дұрыс. Нешеде аяқталды? Сағат 8-де аяқталды. 5 пен 8-дің арасында қанша уақыт өтті? Қанекей санап көрейікші. 5, 6, 7, 8. Неше сағат өтті? 3 сағат. Яғни концерт 3 сағатқа созылды. 8-ден 5-ті азайтып көрсек те болады. 3 сағат шығады. 8 азайту 5 тең 3. Яғни концерт 3 сағатқа созылды. 93-ші сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза қой. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар балалар.